Аң патшасы арыстан, дүниедегі ең күшті менмін деп төс қақты. Ол бір күні өз сөзін дәлелдеп, аңдарды таң қалдырғысы келді. Орманға таяу егістік шетінде бір алып трактор тұратын. Арыстан жар салып, аңдардың бәрін жинап алды. Жарандар, мына алып темірді кім орнынан қозғалтады? Беретін арнаулы сыйлығым бар. Кім өзіне өзі сенсе, бір адым алға шықсын, деді күжілдеп. Тырс еткен үн шықпады. Аңдар арыстанға бір, алып темірге бір қарап тұрды. Ешкім жоқ па? Деді арыстан масаттана. Кенет жылмаңдаған түлкі ортаға шықты. Қол қусырып тәжім етті. О, адамнан да күшті ұлы мәртебелім. Бұл алыпты қозғар күш тек сізде ғана бар. Арыстанның күткені осы еді. Түлкінің сөзі ұнап, одан әрі масаттана түсті. Өзінің күшін көрсетер сәт жеткеніне сенді. Жалын жалбыратып, тісін ақситып, алып темірге тап берді. Темір мыңқ етпеді. Арыстан бар күшін жиып, қайтадан атылды. Алып темір орнына жабысып қалғандай. Бір кезде адам келіп, алып темірге қарғып мінді. Трактор жылжып жүре берді. Алып темір ұзап кеткен соң, аңдар үнсіз тарай бастады. Кімнің күшті екенін олар енді түсінгендей болды. Яғни, білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады.